Жыл басы, яғни 2024 жылдың қаңтар айында зейнетақы біршама көтерілген болатын. Енді арада 2 ай уақыт өткенде тағы да аз ғана мөлшерге өсіп отыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Жалпы зейнетақы қаншаға өсті? Ауыз толтырып айтарлықтай сома ма? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны толық қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, жағымды жаңалықтардан хабардар бола жүріңіздер. 2024 жылдың наурыз айында қазақстандықтардың базалық зейнетақысының мөлшері 225 теңгеге өсті. Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 616,3 миллиард теңге зейнетақы төленді деп хабарлайды Қазақстан Республикасының